Қытайға? Иә, Қытай Шығыс Азиядағы халқы тығыз орналасқан ел. Мұнда 1,5 миллиардқа жуық адам тұрады. Не? Әуежайдан қалаға жылдам жеткізер жолды таңдауымыз керек. Мұнда қалаға жылдам жетудің тәсілі метро деп тұр. Бағдарымыз анықталды. Дұрыс-ақ, алға! Натель, Қытайдағы ең көне әрі қызықты дүние ұлы Қытай қорған екенін білесің бе? Оның ұзындығы 20 мың шақырымнан асады. Қытайдың шығысынан батысқа қарай созылған. Сыртынан айдаһарға ұқсайды екен. Ого! Бұл көп пе? Өте! Қытай жайлы талай қызықты мәлімет бар. Мысалы, компасты, оқ-дәріні, қағазды, тіпті жібекті де осы ел ойлап шығарған. Ұлы жібек жолы осы жақтан бастау алған. Жібек жолы деген не? Неліктен оны ұлы деп атаған? Ұлы жібек жолы көне заман мен орта ғасырларда Азия мен Еуропаны жалғаған керуен жолы. Әуел баста Қытайдан жібекті жеткізу үшін ашылғандықтан солай аталып кетті. Біздің аялдамамыз. Қазір тыйым салынған қаланы көреміз. Мәссаған! Тыйым салынған қала! Қызығып тұрмын! Бұл жер өте әдемі. Ғимараттар да көп екен! Мобика, анау көлді көрдің бе? Анау бау-бақшаларды қара! Салынған қала сондай әдемі екен. Неше түрліні көрдік. Арнайы қоқыс жәшіктер тұрғанда қоқысты неге көшеге тастайды екен? Иә, адамдарды түсіну қиын. Натель, гарботтар жүр. Олар кім? Утилизатор робот. Сыртынан қарағанда сыпайы. Алайда әп-сәтте жұтып жоқ қылады. Бізді көрге тұрғанда кетіп қалайық. Тас қараңғы ғой. Бір нәрсе естідім. Гарботтар болып шықпасынша. Менде шам бар ғой. Кімдер мынау адасып жүрген? Қожайындар да жоқ. Тар көшеде. Ол сендер кімсіңдер? Утилизаторлар! Гарботтар! Оларды сендер ертіп келдіңдер. Басқа утилизаторлар келмей тұрғанда кетіп қалғанымыз жөн. Бізбен бірге ересіңдер ме? Жоқ, басқа жоспарларымыз бартын. Жарайды. Бізге көмектескенің үшін көп рахмет. Сен ер жүрексің. Сендер де мықтысыңдар. Ал, жақсы, тарайық. Ал, енді не істейміз? Бізге де кету керек. Гарботтар қайта шабуы мүмкін. Ал дәл қазір эмоционалды қуат алайық. Мобика, қуаттың жеткілікті секілді ғой. Эмоционалды тұрғыда. Пандалар құшақтасады. Пандалар Қытайдың ұлттық символы ғой. Олар шынайылықтың, достық пен мейірімнің